Әріптестер, Google-ға кіреміз, сабақ STEM Hub деп жазамыз. Қазақша немесе ағылшын тілінде жазамыз. Сол кезде қазақ үйлер деген шығады. Қазақ үйлерді басамыз. Бізге осындай жер шығады. Яғни бұл платформа ұлттық құндылыққа жасалған, өзіміздің қазақтың азаматы Алмас Саматұлы авторы. Тегін қазақтың ұлттық платформасы. Бұл жерге неше қазағы керек? Яғни бізде 11 оқушы деп жазамыз. Жасалу жолдары. Әр жерге сұрақтар қоямыз. Бұл үй тапсырмасын сұрау кезінде, білімін тексеру кезіндегі таптырмас платформа. Енді экранға шығарамыз. Міне экранға қазақ үйлер шықты. Әр оқушы келіп, қазақ үйді басып, сұрақтарға жауап береді. Пусон дегеніміз. Оның болжау маңызы, міне осылай сұрақтарға жауап береді. Және де бұл платформамен топқа да бөлуге болады. Топқа бөлу. Қанша оқушымыз? 30 оқушы. 3 топқа бөлеміз. Міне, топқа бөлу шықты. Балалар ашады. 3-ші топ. 1-ші топ. 1-ші топ болды. Міне. 2-ші топ. 2-ші топ. Осылай өзінің тобын біліп, орындарына отыра береді. Ұлттық құндылық платформасы негізінде жасалған. Және де, әріптестер, осымен кері байланысты жасауға болады. Яғни бағдаршамыз. Түсіндім, сұрағым бар, әр бала келіп, түсінбедім деп өз бағдаршамдарын жақсылап белгілеп кетеді. Уақытты ұтымды пайдаланады. Және де осы әріптестер осы ұлттық құндылық негізінде жасалған платформамен тапсырмаларды орындауға болады. Өз елімнің өнімі, өз қадірім.